Менің әңгімелерімді асыға күтіп отырған тыңдармандарым, армысыздар. Бүгінгі әңгімеміз мынандай сөздерден басталмақ. Жақсы жеңгең жартанаң дегендей бір жаңа әңгіме айтып берейін деп едім сіздерге. Ұнап жатса лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер. Ол кезде Талғат әлі бала еді. 5-ші сыныпта оқитын ойын баласы үйдегілерінің келін түсіреміз деп бәйек қағып жүрген қызық көретін. Ағасы Марат та қобалжып жүргені көрініп тұр. Шаш таразға барып, үстіне киім алып, машинасын жуып жүр. Ештеңемен шаруасы жоқ Талғат қана ойлайтыны болашақ жеңгесі. Жеңгем әдемі ме? деп қояды. Сығырайған көздеріме қолана күліп. Суреті болса көрсетіп қойсаңызшы көрейік, дейді Маратқа. Көз келгенде көресің, дейді ол да жымиып. Бәлесін қара, көз тиеді деп қояды. Соған қарағанда қатын жанды біреу болайын деп тұрсың ғой, дейді сөзге араласқан көрші әйел. Түнімен дайындық, нан пісіріліп, мал сойылып, қазан көтеріліп, барлығы жыбырлап жүр. Келесі күні ерте тұрып, Марат достарымен шулап кетті. Түске таман жолды торауылдап жүрген балалар келе жатыр деп шулай жөнелді. Жай барақат отырғандар орнынан тұрып, біреуі от жағып, біреуі шашуын алса, енді біреуі орамалмен тұра жүгірді. Пипылдатып бірнеше көлік көшені шулата келе есіктің алдында тоқтады. Барлығы жабылып жүріп, ырым-сырымдары бар келінді үйге кіргізді. Жапырлаған елмен бірге үйге кіре алмай қалған Талғат ошақ басына кетті. Бағана әкесі самауырының отыны бітіп қалмасын, мынаны жаңқалап отыр деп табыстап қойған. Амалсыздан қолына балта алып отынды жаңқалай бастады. Тек кешке қарай қолы босап, үйдің ішіне кіріп кетті. Бұл уақытта елдің барлығы дастархан басында гуілдеп тойлап отырған. Талғат жатын бөлменің есігін сығалап ашып деді, қыздардың сыңғырлаған дауыстары естілді. Түрілген шымылдықтың ішінде жеңгесі мен бір қыз отыр. Қалғандары сыртында. Қыздардың біреуі, кел, Талғат кірсеңші, деді. Жақында жеңгеңмен танысуға келдің бе? деп сиқылықтайды. Келгені рас қой, қысылмай барып жеңгесінің оң жағына отыра кетті. Қыздар да бір қызу әңгіме кірісіп кеткен екендігін кезекте Талғаттың отырған ұмытып кетті. Талғат асықпай жеңгесіне қарады да іштей сұлу екен деді. Ағасына осындай сұлу жеңге тапқанына риза болды. Жеңгесі де Талғаттың өзіне сұғына да қызға қарап отырған байқап қалды ма, қызарып кетті. Жаймен ғана жымиып күлді. Күлкісінің өзі қандай әдемі. Жеңгесі Айданамен Талғат тез тіл табысты. Мінезі ашық, саңқылдаған, қимылды шапшаң. Айдана пысық болып шықты. Ертемен тұрып бірінші күннен бастап сиыр сауды, есіктің алдын сыпырып, ата-енесінің көңілін аулап, келген қонақты да риза қылып жіберетін. Онымен қоймай әдемі дауысы бар еді. Ендігі кезекте ауылда айданасыз той өтпейтін болып алған. Елдің барлығы тойларына шақырып өлең айтқыздыратын. Үйде көп отырмай жұмысына да шығып кеткен. Ауылда өзі бір жалғыз почтаға кіріп алады. Кенже бала, қолың бос па? Жүр сиырдың алдынан шығайық деп, арасында Талғатты алдап-сұлдап жұмсап алатын да бар. Жақсы болды ғой, әбден жұмса. Мына бәле біздің айтқанымызды өмірі тыңдамайды. Әкесінен ғана қорқады деп қояды анасы. Осы үйдің жалқауы кейін қайтеді екен деп, арасында Айданаға айтқыздырып өзде жұмыстарын істетіп алатын. Уақыт бір орында тұрсын ба? 2-3 жыл өтсе де Айдана балалы бола алмады. Оның арасында қайынсіңлісі Риза тұрмысқа шығып бір ұлды болып қалады. Күйеуі бала үшеуі төркіндетіп үйге қыдырып келеді. Төркін сағынып қалған Риза қуанышты. Оларға арнап қой сойылып, асықпаңдар, мына қойдың етін бітіріп бірақ кетесіңдер дегенге мәз. Күнде бір үйге қонақтап кететіні бар. Ондай кезде Айдана, емін еркін жүріп қайтсаңдаршы, андағы жиенді тастап кет деп баланы алып қалады. Осындай күндердің бірінде бөлмесінде жылап отырған жеңгесін Талғат көріп қалады. Баланы соншалықты аялап құшақтап алған. Тебіреніп иіскеп қояды. Көзінен аққан жасы нәрестенің бетіне тамып жатыр. Иіскеп құлағына бірдеңке деп сыбырлап жатыр. Айдананың бұл қылығын басқалар да байқап қойған болса керек, барлығы үнсіз. Аптаға жетпей Ризалар үйлеріне қайтып кетті. Анасы келін жетектеп бармаған жері жоқ. Болмаған соң тәуіптерді жағалап кетеді. Мараттың да мінезі өзгере бастайды.
бұрыңдағыдай еліне өлердей ғашық болып елжіреп қарайтын көздері жоқ. Бірдеңке болса зекіп, боқтап жібереді. Ол аздай жүрісі көбейіп, үйге қонбайтын әдет тапқан. Айдана болса күннен күнге солып барады. Жеңгесінің бұрынғы сұлу жүзіне алғашқы сызықтарын түсе бастаған байқайды. Тойға да бұрындағыдай барғанды қойған. Мектеп бітіретін жылы бір жұмыстармен аудан орталығына барған Талғат алыстан ағасының машинасын көріп қалады. Үйге машинамен қайтатын болдым деп қуанып кеткен ол қасына жетіп барады. Өз көзіне өзі сенбей тұрып қалды. Машинаның ішінде Марат бір әйелмен отыр. Араларында 1 жасар бала бар. Шөлдірлетіп оны сөйлетіп жатыр. Бала былдырлаған сайын Марат құшырланып сүйіп, кеудесіне қысып қояды. Келген Талғатты көріп сыртқа шықты. Қайдан жүрсің? Үндемеді. Әлі есін жия алмай тұр. Не ғой, жеңгені көргенде айтпай-ақ қой. Жақсы ма? Деді көздері бақырайып. Айтпай дөгілерге, деді кетіп бара жатқан Талғаттың артына айғайлап. Жүрегі шымылдап, көздері қарауытып кетті. Бала кезінде үйлеріне келін болып түскен жеңгесін жақсы көретін. Осы кезде түсінді. Жеңгесіне жан ашып кетті. Осы күндері әдемі сыңғырлаған даусымен өлең атпайтын жеңгесінің ауыр жағдайын түсінгендей болды. Әскерге барып келген соң Талғат үйленеді. Көрші ауылдың қызына құда түсіп, жоралғысын істеп, той жасады. Сол тойдан жарты жыл бұрын Талғат үйленетін айтқанда, Марат Айдана екеуі бөлек үй алып шығып кеткен еді. Кетерінде Айдана енесімен бір оңашада қалғанда, сіздердің қастарыңызда жүргенде білінбеуші еді. Мына үйдің тіршілігімен уақытымды өткізіп, Мараттың әйтеуір үйге қайтып келетін біліп отыра беруші едім. Енді қайтем. Қайткеніңіз? Қайта бірге өздерің жеке өмір сүріңдер. Бір-біріңе уақыт бөлгенге не жетсін? Уайымдама, барлығы жақсы болады, дейді енесі. Қайдам апа, бұрынғы Марат жоқ. Мен одан қорқамын. Олай деме. Бір амалын қарастырамыз. Не істей аласыз? Білмеймін, бір ой келіп тұр, дегенде Айдана енесіне үміттене қарайды. Түскен келін жүкті болса, тұңғышын саған алып беремін. Ол оған көнеді дейсіз бе? Қайдам, қазіргі жастар көне қоймас. Сол үшін қалың малын көбірек беріп, алдымен әке шешесін жайғастырсам ба деп отырмын, дегенде Айдана енесін құшақтап алады. Мені босқа үміттендірмеңізші деп жылайды. Үйге келін түсіп, той біткенше Айдана тыным жоқ Айданада. Біресе Талғаттың көңілін аулап, біресе келіннің көңілін аулап бәйек болып жүргенде Мараттың екінші қызы дүниеге келеді. Оны үйдегілердің барлығы естіп біліп отырады. Ауылдық жерде сөз тұрсын ба, сыпылдаған сөздер желдей есіп жетіп келген еді. Айдана жылайды, күйзеліске түседі. Ұрыс, жанжал соңында өзінің жүрегі суып бара жатқан сезеді. Оған енді бәрібір еді. Тіпті Марат үйге келмеген күні күтпейтін болған. Енесінен бір жақсы жаңалық күтіп жүреді. Абырой болғанда келін аяға орылап, барлығы қуанышқа бөленеді. Іштегі бала 5 ай болғанда алдымен Талғатқа айтады. Бірінші соны көндірмек. Алғаш естігенде есі шығады. Апа, не деп тұрсыз? Гүлшат оған көнеді дейсіз бе? Оны қайтесің балам? Гүлшатты маған қалдыр. Алдымен өзің не дейсің дегенде Талғат үндемей қалады. Баламды біреуге қалай беремін? Біреуге емес, туған ағаң ғой. Ағам баласыз емес. Қайтейін енді? Түзде жүрмей өз үйінде отырсын дегенім ғой. Құдай қосқан адал жары бар. Айдалада жүргені менің қабырғама батпайды дейсің бе? Бере алмаймын дегеніне қарамай басын айналдыра береді. Біресе жеңгесі жылап, біресе анасы сұрап жүріп Талғаттың келісімін алады. Сендер әлі жассыңдар ғой. Құдайдың көзі түзу болса, дендерің сау болса, әлі талай балалы боласыңдар деп Талғатты әбден мазалайды. Келісім алып алған соң, енді өзіне жабысады. Өзім бірдеңке қылып, келіншегіңе айт дейді. Айта алмаймын дегеніне қарамай, күнде түртпектей береді. Ақыры айтуға бекінген Талғат ыңғайлы уақытты таңдайды. Гүлшатқа айтқан кезде, есің дұрыс па? Не айтып тұрсыңдар, білесіңдер ме? Жоқ, бермеймін деп қарсы болады. Мен сендерге инкубатор емеспін бала туып беретін. Жылда бір бала тумаймын. Осыдан баланы берсең, баласыз қаласың деп айғайлап жылап көгеріп отыра қалады. Бірде енесі, бірде Айдана қоймай жалына бастағанда жиналып төркінге кетіп қалады. Үйіне жылап келгенде ата-анасы енесінің сөзін сөйлеп отыр. Амалсыз көрінеді. Айы күні жақындап, шекесі торсықтай ұл туады.
қырқынан шығарғанша Айдана келіп қасына жатып алады. Қырқынан шығара сала алып кетеді. Жылап келін қалады. Сонда да қоймай қарны ашты, жылады деп 2 күннің бірінде баласына барып тұрады. Айдана балалы болғанмен Марат оңдырмады. Киімін жинап үйден кетіп қалады. Есі шыққан Айдана баладан айырылып қаламын деп ойлады ма, тірі жанға тіс жармай бір түннің ішінде белгісіз бағытта баланы алып көшіп кетеді. Өзі әрең жүрген Гүлшат ата-енесіне кеуіне ренжіп үйден кетіп қалады. Тек бір уақыт өткен кезде ғана аяғы ауыр екенін біледі. Үйге қайтара алмай жалынған Талғатқа, егер менімен тұрғың келсе бөлек шығамыз. Менің ренішім, балама деген сағынышым әлі тұрған жоқ. Әке шешеңді кешірмеймін деп жылайды. 2 оттың ортасына қалған Талғат басына салбырап түнеріп жүрген күндердің бірінде әкесі: балам, сен бізді кешір, өміріңнің ойранын шығардық, келінің реніші дұрыс, біз қартайып отырғанымыз жоқ, әзірге шешең екеуміз бір тамағымызды істеп жей алатын шамамыз бар, саған рұқсатымды бердім, бөлек шығып бақытты болыңдар деген соң Гүлшат екеуі бөлек кетеді. Бұл күндері жылдар өтіп Талғаттың жасы 40-тан асқан. Әкесі мен анасы жоқ. Гүлшат болса көк беттеніп айтқанын істеді. Сол тапқан бір қызмен қалды. Қайтып бала тумады. Сол қыздың өзі де өсіп бой жетіп отыр. Қыз жат жұрттық демекші, ол да бір күні өз отанын табады. Бір күні үйлеріне Айдана келіп тұр. Екеуің таң қалғаны сонша есіктің алдында тұрып қалды. Мені үйге кіргізбейсіңдер ме? Жеңге, қайда жүрсің? Қайдан жүрсің? Кір. Мен аспаннан түскендей болдым ба? Деп жағдайын айтып бастады. Мен мұнда келгенімді Айдосқа айтқан жоқпын. Талғат, Гүлшат, кешіріңдер мені. Сендерден кешірім сұраймын деп ұзақ жылады. Бірдеңке болды ма? Неге кешірім сұрағыш болып қалдың? Деді Гүлшат қатуланып. Мен үлкен қателік жасадым. Айдосты сендерден алып кетіп болашағын ойламаппын. Есі кіріп есейгенде әкесін сұрады. Топас басым сенің әкең деп Маратты көрсеткен болатымын. Оның арманын, әкесін іздейтін білмеппін. Мектеп бітіріп оқуға түскен жылы Маратқа барған екен. Оны қайдан білейін? Ашуланып келді. Марат, мен сенің әкең емеспін деп қайтарып жіберген екен. Содан бері маған ашулы. Менімен сөйлеспейді. Сен мені тумаған екенсің ғой. Анам қайда? Деп ашуланып үйден кетіп қалды. Көрмегеніме 3 ай болды. Кеше хабарласып, әкең мен анаңды таныстырамын дедім. Кешіріңдер мені. Баланың өсіп, өзімді сұрақ алатынын ойлаған жоқ едім, деп аяқ астынан бұл оқиға Гүлшат қобалжып кетті. Талғатта не айтарын білмей сілейіп отырып қалды. Біз ертең келеміз. Бүгін сендерді ескертіп дайындап қойғаным дұрыс шығар деп келдім. Ертең келсек болады ма? Деді сұраулы көзімен, екеуіне кезек-кезек қарап. Талғат: әрине болады, дей беріп еді. Гүлшат: жоқ, болмайды, деді зілді даусымен. Не деп тұрсың? Балаңды көргің келмейді ме? Балаңды дейді, өз қолыңмен бергенсің, жүрегімді ауыртып. Соншама жылда әрең жазылған жүрегімді тағы ауыртқың келіп тұр ма? Келді дейік, ал не өзгереді? Танысқысы келеді, деді Айдана Гүлшаттың ашулы түріне шошып. Кешірмеймін, 1000 жерден кешірім сұрасаңды кешірмеймін деп бөлмесіне кіріп, есікті жауып алды. Есі шыққан Айдана орнынан тұрып есікке қарай жүгірді. Оны тоқтатқан Талғат болмады. Ойламаған жерден бұл әңгіменің куәсі болған қыздары жайына жүгіріп үйден шығып кетті. Сол Айдананы қуып жеткен еді. Кешке әкесі мен анасының ортасында отырып: менің ағам бар екен ғой, деді. Осы уақытқа дейін бір адам айтпаған таң бар. Неге атам мен әжемді ешқашан айтпаған, деді. Араласпа үлкендердің ісіне, деп Гүлшат айғайлады. Қалай араласпаймын? Сендерге бала керек емес пе? Маған бауыр керек. Қой дедім саған. Қоймаймын, деп орнынан атып тұрды. Талғат онсыз да осынша жылдар арасында өмірі өкінішпен өткен еді. Енді өзегі өртеніп, анасы мен жеңгесіне ренжіген. Осы оқиғаның кесірінен ағасы Маратпен де араласпай кеткен. Барлығына сол кінәлі деп есептейтін. Із-түссіз кеткен Айдананы талай іздеп барған. Бірақ бір ретте тапқан да жоқ. Баланы өзінің атына аударып үлгерген ол бермей қойған. Соңғы рет баласын көрген кезде 3 жаста еді. Өзін ешқашан кешірмейтіндей болып бекініп алған. Гүлшатқа қарайтын беті жоқ, төмен қарап отыра берді. Тек 3 күн өткенде кешкі уақытта үйлеріне Айдос келеді. Оны ертіп әкелген Жайна еді.
Алғаш баласын көргенде Талғат жас кезінде қандай қателік жасағанын түсінді. Өзінен аумайтын жігіт есіктен кіріп келе жатты. Айдос анасы Айданамен бірге тұрады. Үйлену тойына Талғат пен Гүлшатты шақырады. Өзі де жайына жұмысқа шыққанда тойына келеді. Талғатты әке деп, Гүлшатты ана деп айтпаса да, жақсы араласып тұрады. Әңгіменің соңы.